Excel'де тура сол бағанағы примерді Excel'ге жасадым, чтобы оңайырақ болу үшін, әр сочетание тексеру үшін. Мына бірінші сочетание енді RSN дей салдым. 48-5 максимум кезде, мына жақта минимум временный нагрузка жоқ, мына жақта максимум временный нагрузка бар. Қосылған кезде, то есть килоньютон метрге, мына жерде максимум тең болады 1.35 постоянная нагрузка, 1.5 временная нагрузка, постоянно бізде 25-10. Негізі, кажется, өзгерте беруге болады. Я сөйтіп жасадым. Екінші RSN тура сол алдындағы мысал сияқты, минимум 33-те 33-75 болды. 6 метр болғаннан кейін 48-де 75. Енді сол минимум максимум минимум, максимум максимум минимум, минимум максимум максимум және де полный максимум болған ситуацияның біреуінде қоса салдым. Соңында сол трехпролетный біздің балка А, Б, С, Д пин деп жазып қойғаным, сол не шарнир А мен Д шарнир, мына жақта жесткое соединение болып табылады бізде. Stiffness енді жесткость 3E и L мен 4E и L біреу болады. Енді мына жерде E-ларын значенияларын мен бір деп ала салдым, себебі бір-бірімен қысқарып кететін болғаннан кейін, бір железобетонный балка болғаннан кейін барлығында бірдей констант 0,5-ке тең болады. Мына жерде 3E бөлінген L болады, 0,5-ке тең. Мына жерде 4E бөлінген L болады, себебі екі жағы жесткое соединение. Мына жерде 3E L 0,5 болады. Distribution факторды таптық. Distribution фактор мына жақта 0, себебі мына жерде не бұл жер 0, мына жер екеуін қос, 0,5 бөлінген 0,5 плюс 1, 0,33, 0,67 таптық. Енді fixed and moments моменттер табамыз. Мына нагружение, бірінші нагружение кездегі біздің моменттер. Мен яққа суреттерді қоя салдым, удобнырақ болу үшін. Так, бізде бірінші мына ситуация, алдыңғы мысалды еске түсірсеңіздер, яқ шарнир болғаннан кейін 0, мына жерде VL квадрат, мынау VL квадрат бөлінген 8 минус болады, себебі по часовой стрелке болып тұр бізде момент минус. Мына жақта 45 плюс 45, минус 45, екі жесткие соединение, тоже VL квадрат бөлінген 12. Мына жерде бағытын қарасаңыздар, плюс бағытта кетіп баратыр против часовой стрелки. Мына жақ по часовой стрелке минус 45 болады. И мына жерде дәл сондай табылады. Енді баланс и carry over дейді. Баланс и carry over, балансты айттым қалай болатын. Мына формуланы қарасаңыздар, минус мына екеуінің қосындысы көбейтілген distribution фактор. Distribution факторы көбейтеміз. 58-де 13. Мына жерде тура сондай минус жақшаның сыртында екеуінің қосындысы көбейтілген өзін distribution фактор. Тура солай осы жақтар табылады. И енді бізде carry over процесі, қызыл болған, қызылмен белгілеп қойын, шатасып кетпес үшін. 116, мына жаққа 2-ке бөлінеді, минус 116, минус 158 болады. И осы минус 58 қайтып распределяция етеді екі жағына связь. Узел мына жерде плюс 58 екі жаққа распределяция. Формула минус дельта на минус, на екеуін қосындысы көбейтілген distribution факторлар. Осылай минимальныйға шейін жетеді. Минимальныйға жеткеннен кейін біз мынаның барлығын қосамыз, моменттерді. Қосылғанда осындай плюс-минус барлығы негізі бірдей шығу керек ері распределениеден кейін. Моменттерді біз таптық. Мына сурет MBA момент бізде минус болғаннан кейін направлениясы дұрыс қою керек, маңыздысы дұрыс
дұрыс қойылмаса направление тоже дұрыс емес шығып қалады. Минус ол по часовой стрелке, плюс болғаннан кейін против часовой, осы моменттерді қоямыз. И енді біз поперечный силалар табу керекпіз. Поперечный сила ВАБ, мына менде формула бойынша 124/16 шықты, мына жерде ВБА 168/34 шықты. Мен мына жерде өзіме метод сечениемен немесе бағана айтқандай формулалармен жасауға болады. Өзіме кішкене упрощенный жасадым. Мысалы МАБ минус МБА плюс кездегі жағдайда мына формуламен примерно суреті мынандай болады. ВАБ ВБА VL бөлінген, мысалы тура сол моменттердің қосындысы B точкасында 0-ға тең болатын болса, сандардың орнына әріптер болатын болса, формула VAB VL бөлінген 2 минус момент AB минус момент BA бөлінген L. Кейін VBA, соответственно, VL минус VAB болады. A3 точканы табуға болады. A3 ол 0 болатын кез. Бұл 0 болатын кез моментте максимум болатын кез. Бұл точканы табу тоже маңызды. Пролеттің ішінде қай расстоянияда. Бұл VAB бөлінген равномерно распределенный болатын болса, сол нагрузка бөлген кезде бұл осындай линиямен азаяды деген сөз. И сонымен біз A3 точканы табамыз. Сонымен A3 точканы тапқаннан кейін сол точкадағы максимум моментті табуға болады. Бұл мына жағдайда. Енді MAB плюс болған кезде, MBA минус болған кезде тоже сәл сондай, бірақ мына байқасаңыздар плюс болады. Экзельге оның бәрі маңызды болғаннан кейін әр ситуацияны қарастырдым. Бізде мысалға мына жерде біреуінде 0 и MBA минус. Мысалы, С ситуациясы болып тұр. Бұл жерде тек MAB или MBA минус кезде екеуінің біреу разница жоқ. Сондай жағдайда қолданылады. Бұл жерде VAB VL бөлінген 2 минус MBA немесе MAB бөлінген L болады. Мысалы, VL бөлінген 2 V көбейтілген L бөлінген 2 плюс бізде енді MBA болып тұр. H45 бөлінген G7 L. Автоматически мен осыны табам. Мына жерде VBA, енді VBA, соответственно, VL минус, то есть мына равномерно распределенная нагрузканы көбейтілген ұзындығына минус VBA болу керек. Я A3 бізде өзгермейді. Мынандай болады. VAB бөлінген 48 W-ға 48-75-ке бөлеміз, 2,5 метр. Мына жерде диаграмманы мен выбор данный арқылы істедім. Мысалы 2,55 метрде менде 0 болады. И, соответственно, уже осы жерде максимум моментті де мен тауып қойдым. Бұл максимум момент мына формула арқылы келеді. Солай есептелінеді. 158-де 1 значениясы. 158-де 1, сол 2,55 метрде. Негізі эпюран поперечный мен моменттің эпюран связьдары бар. Мысалы, айтылады ғой, мынаның ауданы, шатаспасам, осы пролеттің мынаған тең ба, нақты есімде жоқ, ол сондай бар. И мысалы бізде поперечная сила эпюрасымен айттық болатын болса, бұрыш емес. Мына момент бізде мындай сызықтар болатын. Ал когда бізде момент линиялармен тік емес, өзгеріп тұрған значение болатын кезде бізде осындай парабола болады. Бір қайталау керек, бірақ сондай өзінің заңдылықтары бар. Енді мен мына жерде, соответственно, эпюраны шығару үшін графиктарды қоям. 0 метрде менде поперечная сила 126,6, 2,55-тен 0 екен білем. 6 метрге жеткенде мынау болады. Енді 6 метрде екіншісі часть мынау бар. Мына жерде
менде плюс минус ол кажется мына ситуация б ситуациясына келеді. Тура солай сол формулаларды енгіземін, ол өзі менде автоматически есептейді. А3 максимумды есептеймін. 67,5 А3 2 метр, то есть 6 метр плюс 2 8 метрде менде нольға тең болады. Онда уже минус 67-те елу. Ну, осылай менде поперечный сила не шығады, диаграммасы. Мына жерде менде момент шығады. 35,5. Осылай, мысалы, бұл бірінші сочетаниемен шықты да. И мен бұл бірінші сочетанияның значенияларын мыналарды аламда. Мына RSM1, мынау поперечный сила RSM1 копировать етіп, мыняққа просто копировать значение деп осы жаққа қоямын. Моменттікін мына жаққа копировать етіп, мыняққа қоямын. Өйткені қазір мен мына жақты өзгерткен кезде, чтобы бұл значениялар менде өзгеріп кетпес үшін. Сөйтіп, мына жерге мына значенияларды көрейік. Екінші RSM-ді. Екінші RSM-ді қараса, негізі формула жасап істеп қоюға болады. Мынау болған кезде мыналар таңдалсын деп. Енді бұл мынандай емес та, универсальный қылып жасаған жоқ. Может тек қана осы бір мысалды шешуге ғана 3-4 RSM-ді қарастыруға ғана істелінген Excel файл. Универсальный формула жасау бұндай неге қиындау деп ойлаймын, либо ұзақ көп уақыт отырып жасау керек, көп формулаларды байланыстырып. Енді көрейік, осындай моменттерде міне бізде минус 151. Мына значение знактар бойынша айырмашылық болмайды. Мынандай өзгерген кезде сол үшін варбаларда да өзгеріс болмайды. Мысалы, менде уже мынандай не диаграмма шықты. Мен оны копировать етемін да мына жерге қоямын. Мен уже қойып қойғам. Моментті алып мыняққа қоямын. Кажется, қойдым. Тура осылай әр RSM-ді қойып, и мен мыняқта максимальный мыняқта іздедім. Мына жерде минимумдарды іздедім. Сөйтіп, осындай менде толық бір значение шығады. Тура солай моментте де максимальный точкалар, самый критический точкалар мына бүкіл RSM-ді қарастырған кезде осы моменттерді қарастырам, и общий финальный диаграмма менде шығады. Өзім үшін солай басқа мысалды қарастырамыз. Бұл да метод перераспределения моментов негізі қызық метод. Дальнейшее изучениеға жасау керек көптеген. Лирада шыққан результаттармен бір салыстыру керек, әлі өйтіп салыстырмадым. Және де бір жақсысы, алдағы сабақта өтеміз. Бұнымен тек қана многопролетный балкон емес, колоннасы бар рамалармен бірге есептеуге болады. Бірақ плоский рамаларды бір этаждың колонна, балка, соларды есептеп, сочетание нагрузкамен істеуге болады. Оны да Excel-де мен істедім. Келесі сабақтарда қараған кезде қарастырамыз. Колоннаның моменттерін табамыз, перераспределениеден кейін балканың моменттерін табамыз. Жалпы осы метод распределения моментов деген. Егер Excel файл керек болатын болса, жазыңыздар, комментке жіберемін. Рахмет.